қыз баланы таңдағанда 4 қасиетіне қараңдар депті. 4 қасиет. Иман, адамгершілік, сұлулық, махаббат, әркімнің өзінше сұлу. Адам талғамы деген әртүрлі. Үшінші не дейді? Тегіне қара дейді. Қарғысқа ұшырамаған, жұрттың барлығы қашып жүрген әулет болмау керек. Елдің алдында құрметі бар әулет болу керек. Төртінші, байлығына дейді. Сенің әке шешеңмен оның әке шешесі араласа алатындай. Бай мен бай құда болса, ортасында жорға жүреді. Кедей мен кедей құда болса, ортасында дорба жүреді дейді. А бай мен кедей құда болса, ілінісіп зорға жүреді. Ал енді қыздар дейді, жігіт таңдаса 2 қасиетіне қарасын дейді әулие бабалар. 4 емес та, неге екен? 2. Бірінші, адамгершілік, иманы болсын дейді. Өйткені өмірде түрлі жағдай болуы мүмкін. Ертең сен қартайып қалуы мүмкін, ертең сен мамасынан алмай қалуы мүмкін, ертең сен, неше түрлі жағдай болуы мүмкін. Сол кезде егер жігіттің иманы мен әділдігі болса, ол сені кез келген жағдайда тастамайды. Алақанында ұстап жүреді. Бай жігіт кедей болуы мүмкін, кедей жігіт бай болуы мүмкін. Екінші қасиеті, мінезі жақсы болсын. Мінезі жақсы болсын. Қыздың жыламауы жігіттің мінезіне байланысты.